Сабақтың тақырыбы параллель проекциялау. Сабақтың мақсаты параллель проекциялау және оның қасиеттері ұғымын енгізу, кеңістікте қиылысатын параллель және айқас түзулердің параллель проекциялау ережесі негізінде кескінін бейнелеу және кеңістіктегі фигураларды бейнелеу дағдысын қалыптастыру. Стермоторияда кеңістіктік фигуралары оқылады, алайда суретте олар жазық фигура ретінде салынады. Жазықтықта кеңістіктің фигураларды қалай салуға болады және жазықтықта кеңістіктің фигуралардың кескінін салу үшін параллель проекциялау ережелері қолданылады. А1 нүктесі А нүктесінің L түзуінің бағытында P жазықтығына параллель проекциясы болып табылады. Егер А нүктесі L түзуіне болса, онда А нүктесінің P жазықтығына параллель проекция L түзуінің P жазықтығымен қиылысу нүктесі болып саналады. Осындай кескіндеу параллель проекциялау деп бірінші суреттегі кескінді айтамыз. F кеңістіктегі кез келген фигура болсын, оның әрбір нүктесі P жазықтығына L түзуінің бағытында проекцияланған кезде F фигурасының F жазықтығына параллель проекция деп аталады. Бұл кесінді бізде екінші суретте көрсетілген. Қасиет 1. Егер түзу L түзуіне параллель немесе онымен беттессе, онда оның проекциясы нүкте болып табылады. Егер түзу L түзуіне параллель емес және онымен беттеспесе, онда оның проекциясы түзу болады. Бұл бізде үшінші суретте көрсетілген. Бізде қасиет 2. Бұл егер проекцияланатын кескінділер проекциялайтын L түзуге параллель болмаса, онда кесіндінің проекциясы кесінді немесе L түзуіне параллель болса нүкте болады. Бұл түзудің бойындағы кесінділердің ұзындықтарының қатынасы сақталады. Кесіндінің ортасының кескіні оның проекциясының ортасы болып табылады. Бұл бізде төртінші суретте көрсетілген. Жақсылап қарап түсініп аламыз. Қасиет 3. Егер екі параллель түзулер L түзуіне параллель болмаса, онда параллель түзулерге немесе бір түзуге проекцияланады. Бұл бізде 5-ші суретте көрсетілген. Келесі бізде мысал. Жазықтыққа түзу мен ол түзуде жатпайтын нүктеге проекциялану үшін екі түзу қалай орналасуы керек деген сұраққа жауап беретін боламыз. Барлық жағдайда қарастырайық, егер түзулер қиылысса және олардың ешқайсысы да проекцияланатын түзуге параллель болмаса, онда олар қиылысатын түзулерге проекцияланады. Ол бізде 6-шы суретте көрсетілген. Егер түзулердің бірі проекциялайтын түзуге параллель болса, онда бір түзуге проекцияланады. Ол бізде 7-ші суретте көрсетілген. Жақсылап қарап аламыз. Егер түзулер параллель болатын болса, онда олар екі параллель түзулерге проекцияланады. Олардың жазықтығы проекция бағытына параллель емес болады. Ол бізде 8-ші сурет. Немесе бір түзуге олардың жазықтығы проекция бағытына параллель, бірақ өздері проекция бағытына параллель емес болады. Ол бізде 9-ші сурет. Келесі бізде екі нүктеге проекцияланады, яғни түзулер проекция бағытына параллель болады. Ол бізде 10-ші суретте көрсетілген. Келесі, егер түзулер айқас және олардың бірі проекция бағытына параллель болатын болса, онда олар сәйкесінше түзу мен оған тиісті емес нүктеге проекцияланатын болады. Ол бізде 11-ші сурет. Бізде мысал 2. Аға тең АВ кесіндісі проекция бағытына параллель. Оның параллель проекциясының ұзындығын табуымыз керек. Бізде жауабы ол А1, Б1 нүктелері А, Б нүктелерінің параллель проекциясы болсын. Сонда АВ, Б1, А1 төрт бұрышы параллелограмм болады. А, А1 параллель Б, Б1-ге, А, Б параллель А1, Б1-ге. Бұдан біз алатынымыз АБ тең А1, Б1-ге тең Аға. Демек, кесіндінің жазықтығы параллель проекциясының ұзындығы кесінді ұзындығына тең болады. Бізде бұл 12-ші суретте көрсетілген. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.